Қорынтықтарға арналған бірінші хат, 6-шы тарау. Араларындағы кейбіреу бауырласымен бір даулы мәселе туралы келіспей қалғанда, қалайша Құдай алдында ақталмағандардың сотына жүгінуге дәті барады. Неге мәселені Құдай халқының алдына қоймасқа? Болашақта Құдай халқының адамзатқа билік айтатынын білмейсіңдер ме? Адамзатқа билік ететін өздерің болған соң, ұсақ-түйек даулы мәселелерді шешуге жарамайсыңдар ма? Біздердің, періштелердің үстінен де билік айтатынымызды білмейсіңдер ме? Сонда күнделікті өмір мәселелерін әлбетте шеше алуға тиіссіңдер. Бұлар жайлы дау жанжал бола қалса, қауым үшін елеусіздердің төрелігіне қалай жүгінесіңдер? Сендерді ұялту үшін осылай деймін. Араларыңда бауырластарына төрелік айтатын бірде-бір парасатты адамның болмағаны ма? Қайта бір бауырлас екіншісімен дауласып, тіпті сенбейтіндердің сотына жүгінеді екен. Бір-біріңмен таласқандарыңның өзі масқара. Одан да әділетсіздікке неге төзбеске? Неге ақыларыңды жегізбеске? Керісінше, сендер әділетсіздік жасап, өз бауырластарыңды тонайсыңдар. Әділетсіздердің Құдайдың патшалығынан орын алмайтынын білмейсіңдер ме? Алданбаңдар, азғындар, жалған тәңірлерге құлшылық етушілер, неке адалдығын бұзушылар, нәпсі құмарлар, еркек жанды еркектер, ұрылар, дүние қоңыздар, маскүнемдер, өсекшілер және тонаушылар үшін Құдайдың патшалығында орын жоқ. Бұрын кейбіреулерің сондай болдыңдар, алайда сендер күнәдан тазардыңдар. Енді иеміз Иса Мәсіхтің атына сыйынып, Құдайымыздың рухы арқылы оның қасиетті халқы болып ақталдыңдар. Кейбіреулерің не істесем де еріктімін дейсіңдер, алайда бәрі бірдей тиімді емес. Не істесем де еріктімін, дегенмен өзімді құл ететін еш нәрсенің билігінде болмауым керек. Тамақ асқазан үшін, ал асқазан тамақ үшін жаратылған. Әлбетте, Құдай бір кезде екеуін де жоятын болады. Алайда адамның денесі нәпсі үшін емес, иеміз үшін қызмет етуге тиіс. Ал денеміздің қамын иеміз ойлайды. Құдай иемізді өлімнен қайта тірілтті. Ол біздің денемізді де өзінің құдіретімен тірілтіп алмақ. Денелеріңнің Мәсіхтің рухани денесінің мүшелері екенін білмейсіңдер ме? Мәсіхтің бір мүшесін қайсы бір жезөкшенің дене мүшесі етіп қоюға бола ма? Жоқ, мүлдем болмайды. Әлде жезөкшемен жақындасқан кісінің онымен бір тұтас болатынын білмейсіңдер ме? Себебі Тауратта екеуі бір тұтас болады делінген ғой. Ал иемізге қосылған кісі оның өзімен рухани бір тұтас болады. Азғындықтан аулақ болыңдар. Барлық күнә адам денесінен тысқары дейсіңдер. Бірақ адам азғындық арқылы өз денесіне күнә жасайды. Әлде денелеріңнің киелі рух мекендейтін киелі үй екенін білмейсіңдер ме? Сендер Құдайдан қабылдаған киелі рух бойларыңнан орын алды. Енді өз меншіктерің емессіңдер. Иеміз сендерді үлкен құн төлеп, күнәнің құлдығынан азат етті. Ендеше денелерің мен Құдайдың даңқын арттырыңдар. Қорынтықтарға арналған бірінші хат, 7-ші тарау. Ал енді маған жазғандарыңа тоқталайын. Еркектердің әйелдерге жоламағаны жақсы дейтіндерің бар екен.
Ал азғындықтан сақтану үшін әр еркектің өз әйелі, әр әйелдің өз күйеуі болсын. Күйеуі әйеліне, ал әйелі күйеуіне тиісті ықылас көрсетулері керек. Себебі әйелдің денесі өзінің ғана емес, күйеуінің де билігінде. Дәл солай, күйеуінің денесі өзінің ғана емес, әйелінің де билігінде. Егер біраз уақыт үздіксіз Құдайға сыйынуға алдын ала келісіп алған болмасаңдар, бір-біріңнен бас тартпаңдар. Содан кейін тағы бірге болыңдар. Әйтпесе өздеріңе ие бола алмай, әзәзіл шайтанның азғыруына ерулерің мүмкін. Ал осы айтқаным бұйрық емес, рұқсат қана. Бәрінің өзім сияқты ұстамды, некесіз болғанын қалар едім. Бірақ әркімнің Құдай сыйлаған өз дарыны бар. Біреу бұлай болса, біреу олай. Үйленбегендер мен жесірлердің мен сияқты салт басты болып қала бергені жақсы деймін. Ал егер өздеріне ие бола алмаса, онда үйленсін. Себебі құмарлықтың отына күйіп жанғанша үйленгендері жақсы. Үйленгендерге мен ғана емес, иеміздің өзі әйелі күйеуінен ажыраспасын деп бұйырады. Ал егер ажырасып кетсе, онда салт басты болып қала берсін. Не күйеуімен қайта татулассын. Күйеулер де әйелдерінен ажыраспасын. Басқа жұптарға иеміз емес, өзім былай деймін. Бір бауырласымыз мәсікке сенбейтін әйелге үйленген болса, және әйелі онымен бірге қалуға келсе, онда ол ажыраспауға тиіс. Сол сияқты, сенуші әйелдің сенбейтін күйеуі онымен бірге қалуға келсе, онда әйелдің де ажырасуына болмайды. Себебі сенбейтін еркек сенуші әйелінің арқасында, және сенбейтін әйел сенуші күйеуінің арқасында Құдайдың қасиетті әсерінің аясында болады. Әйтпесе, балаларың құдайсыздардың балалары іспетті болар еді. Керісінше, олар да Құдайдың қасиетті әсерінің аясында. Алайда, егер сенбейтін жұбайы ажырасқысы келсе, ажырассын. Мұндай жағдайда оның сенуші жұбайы некеде қалуға мәжбүр емес. Қайтсе де, Құдай біздерді татулықта тұруға шақырған болатын. Мүмкін сен әйел күйеуіңді құтқарылуға алып келерсің. Немесе сен күйеу әйеліңді құтқарылуға әкелетін шығарсың. Соны анық білмейсің ғой. Тек әркімге Құдай иеміз нені белгілеп, оны неге шақырса, ол солай өмір сүре берсін. Осы ережені барлық қауымдарға да айтам. Кім Мәсіхтің жолына шақырылғаннан бұрын сүндеттелген болса, онысын жасырмасын. Ал бұған дейін сүндеттелмеген сенушілер сол рәсімнен өтпей-ақ қойсын. Сүндеттелу не сүндеттелмеу маңызды емес. Бастысы Құдайдың өсиеттерін орындау. Әрқайсың сенімге шақырылған кезде кім болсаң, сол күйінде қал. Құл болып шақырылдың ба, оныңа қысылма. Ал егер еркіндік алу мүмкіндігің болса, дұрысы соны пайдалан. Себебі иеміз шақырған құл, иеміздің рухани азат адамы. Сол сияқты, иеміз шақырған азат адам, Мәсіхтің құлы. Сендер үлкен құн төлеп, күнәнің қолдығынан азат етілдіңдер. Енді адамдардың құлы болып қалмаңдар. Бауырластарым, әрқайсың шақырылған кезде кім болсаң, сол күйіңде Құдаймен жүре бер. Бой жеткендерге қатысты иеміздің маған берген бұйрығы жоқ. Бірақ оның рақымы мен сенімді қызметшісі болдым. Сол ретінде пікірімді білдіремін. Болып жатқан ауыр жағдайларға байланысты әркім күйі қандай болса,
сол күйінде қала бергені жақсы деп ойлаймын. Бір әйелге басың байланған болса, онымен қатынасыңды үзуге ұмтылма. Салт басты болсаң, әйел іздеме. Ал егер үйленсең, мұның күнә емес. Бойжеткен тұрмысқа шықса, ол да күнә емес. Бірақ үйленгендер өмірлерінде көп ауыртпалық көреді. Сендер соны көрмесеңдер екен деймін. Менің айтайын дегенім мынау. Бауырластарым, осы заманның ақыры таяп қалды. Сондықтан бұдан былай әйелі барлар үйленбегендей. Жоқтау айтып жүргендер жоқтамағандай, шаттанып жүргендер қуанбағандай, ал дүние мүлік сатып алғандар меншігі жоқ іспетті Құдайға қызмет ете берсін. Осы дүниенің қам-қарекетін жасап жүргендер оған тым беріліп кетпесін. Себебі дүниенің қазіргі қалпы жуырда сап болып жойылады. Жалпы, сендерді уайым қайғы баспасы екен деймін. Үйленбеген ер адам иемізге ұнауға ұмтылып, оның ісінің қамын ойлайды. Ал үйленген ер адам жұбайының көңілін табуға тырысып, осы дүниелік істердің қамын жейді. Содан ол екі ойлы болып жүреді. Сол сияқты үйленбеген әйел мен қыз иеміздің істерінің қамын ойлай отырып, жан тәнімен оған берілмек. Ал тұрмысқа шыққан әйел күйеуіне ұнауға тырысып, осы дүниелік істердің қамын жейді. Сендерге бұғау салғым келмейді. Қайта игіліктерің үшін сендер ұдайы әрі кедергісіз жаратқан иемізге бағышталып, дұрыс өмір сүрсеңдер екен деп, осыны айтып отырмын. Ал егер біреу бойжетіп қалған қызымды ұзатпай қартайтып қойсам, бұным дұрыс болмас деп ойлап, оның тұрмысқа шығуын қажет деп тапса, ол қалағанын істесін. Онысы күнә емес, қызы күйеуге шықсын. Алайда кім ешбір қожайын мен сыртқы ықпалдың күштеуінсіз берік шешімге келсе, яғни өз еркімен іс-әрекет жасай алып, қызымды ұзатпаймын деген байламға тоқтаса, онысы дұрыс. Сонымен, бойжетіп қалған қызын ұзатқан дұрыс дейді, ал ұзатпайтын одан бетер дұрыс дейді. Некедегі әйел күйеуінің көзі тірісінде оған басы байлаулы. Күйеуі өлсе, кімге тием десе де өз еркі. Тек екеуі де иемізбен тығыз байланыста тұрсын. Ал ең қолайлысы қайтадан тұрмыс құрмау. Бұл өз пікірім, ал мені де Құдайдың рухы жетелейді деп ойлаймын. 8-ші тарау. Енді жалған тәңірлерге ұсынылған тағамдарға тоқталсам. Бәрімізде біліктілік бар, мұны білеміз. Бірақ біліктілік мақтаншақ етеді, ал сүйіспеншілік сенімді жетілдіреді. Өзін сондай біліктімін деп есептейтін кісі қажетті біліктілікке әлі де ие болған жоқ. Ал Құдай өзін сүйгенді жақсы біледі. Ал енді жалған тәңірлерге ұсынылған тағамдарды ішіп жеуге келсек, біз сондай тәңірлердің күллі әлемде шынымен жоқ екенін, және жалғыз Құдайдан басқа еш Құдайдың жоқ екенін білеміз. Кейбіреулердің ойынша көкте де, жерде де Құдай делінгендер бар. Сол адамдар көп құдайлар мен иелеріне құлшылық етеді. Бірақ біз бәрінің бастауы болған бір ғана Құдай әкені танимыз. Ол үшін өмір сүрудеміз. Сондай-ақ жалғыз иеміз Иса Мәсіхті де танимыз. Күллі әлемде, өзіміз де сол арқылы пайда болдық. Алайда сенушілердің барлығы бірдей мұны біле бермейді. Бұрын жалған тәңірлерге құлшылық еткен кейбіреулері күні бүгінге дейін
осындай тағамды жегенде оны тәңірлерге арналған деп есептейді. Бұларының дұрыс бұрыстығына дүдәмал ар ұждандары осылай арамданады. Құдайға деген қарым қатынасымызға біздің